Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитіне рұқсат беру. Басты бетте тауарлар импорты және экспорты рұқсат беру құжаттары бөлімін таңдаңыз. Өзіндік ерекшелігі бар тауарлардың транзитіне рұқсат беру қызметін таңдаңыз. Қызметті онлайн тапсырыс беру батырмасын басып, лицензия берушіні таңдаңыз. Өкілдің аты жөні мен лауазымын енгізіңіз. Заңды тұлғаның тіркеу деректерін және мекен-жайын көрсетіңіз. Келесі батырмасын басыңыз. Өтініш берушінің нақты мекен-жайын көрсетіңіз. Атап айтқанда, ел, қала, көше, үй нөмірі, телефон нөмірі және электрондық поштасы. Жүк жіберуші мен жүк алушының мәліметтерін толтырыңыз. Жүкті тасымалдау туралы деректерді енгізіңіз. Орын ауыстыру туралы ақпаратты толтырыңыз. Сақтау батырмасын басыңыз. Содан кейін келесі батырмасын басыңыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шекарасынан өту үшін кіру және шығу кезінде пайдаланылатын өткізу пункттерінің атауын көрсетіңіз. Көлік түрін, төлем валютасын және өнім атауын таңдаңыз. Тауардың коды, бақылау тізіміндегі кодтар, өлшем бірлігі, тауар саны және шарт валютасындағы жалпы құнын көрсетіңіз. Рұқсат сұратуға негіздеме беріңіз. Сақтандыру компаниясының атауын, сақтандыру шартының нөмірі мен күнін көрсетіңіз. Келесі батырмасын басыңыз. Қажетті құжаттарды тіркеңіз. Құжаттар тізімімен қызмет паспорты арқылы таныса аласыз. Егер бір құжат тізімінің бір тармағына бірнеше файл қажет болса, оларды мұрағаттап, бір файл ретінде тіркеу қажет. Барлық тіркелген құжаттардың шынайы және ресми байланыс арналары арқылы алынғанын растаңыз. Сақтау батырмасын, одан кейін келесі батырмасын басыңыз. Өтінішті қол қоюдың қолжетімді тәсілдерінің бірімен растаңыз. Өтініштің мәртебесімен жеке кабинетте таныса аласыз.